Сол кезде құрмет жамағат, Раббысы сотты бастап есептері болады ғой. Сонда айтады, мысалы, «Яума ю'та бил ғабди яумал қиямати», бір құлды алып келеді. Алла тағаланы мойындамаған, дүниенің не бір нәрсесін танып білген осы өмірде. Сондай бір құлды алып келеді де, Алла тағала айтады екен. Фаяқулуллаху лаху. Алла тағала оған айтады. Әләм нәжғал ләка самған ва басаран ва мәлән ва вәләдан. Мен саған есту қабілетін бермедім бе? Қарас, нығметтері. Күллі нәрсе реальный өмірдегі Алланың берген нәрселері. Адам сонда иман келтірмеген адам тек сол күні ғана түсінеді екен өзі, мынау нәрсенің хақысы не болғанында. Мен саған есту қабілетін бермедім бе? Мен саған көру қабілетін бермедім бе? Мен саған мал бермедім бе? Мен саған бала бермедім бе? Сондай-ақ мен саған 4 түлік малдан бағындырып бермедім бе еркіңе? Сені қожайын қып қойып, бір пақыр кеп сұрайды, сен бермейсің, сені қожайын қып қойғаным есіңде ме? Мен саған түйелер бергенім, мен саған жылқылар бергенім, мен саған егін бергенім есіңде ме? Сондай-ақ мен сені құрметке бөлегенім. Мен сені үйлендіріп, сосын содан балалар сүйгізгенім саған. Сонда қараңыз, жаңағы барлық нығметтерін атайды, таразы тұр ғой. Таразыға шүкірлік салыну керек та, амал келу керек қой. Сонда Алла тағала айтады екен, «Фәәйна шүкру зәлика». Қайда сол нығметтердің шүкірлігі? Ештеңке алып келмепсің ғой деп. Қараңыз, қандай қиын сағатты. Сол нығметтердің барлығының шүкірлігі қайда? Көрмей тұрмыз ғой. Афазананта, сұрақтың өзін сондай неде қояды екен де, Афазананта аннака мулақия яумака хаза, сен осы күні менімен жолығатындығыңа сеніп пе едің өзің? Мысалы, мына дүниеде, мысалы айтайық, біреу осындай бір емтиханда тұрса, мен білмей қалыппын, ол күн үй тапсырмасын деген нәрселер болады ғой. Білмей қалған екенсің ғой, сабақты болмай қалғансың деген, сондай нәрсені күтетті адам. Түсініз ба? Сол сұрақты атаға солай қойып тұр ғой. Сен өзің сеніп пе едің менімен жолығатындығыңа осы күні деп сұрақ қойын ба? Жолығуды қараңыз қайтадан. Жолығатындығыңа. Сонда адамнан шығатын, «Ля, мен сенген жоқпын». Сонда Алла тағала айтады, «Инни аль-яума», сөзсіз мен бүгін әнсәка, сені ұмытамын дейді. Қараңыз. Кәмә нәситәни, сен мені дүниеде ұмытқаныңдай. Мен ешкімге әділеттік жасамайым дейді Алла тағала. Әділетсіздік көрдіңіз ғой. Сен мені дүниеде мүлде еске алған жоқсың. Менікін жедің, менікін іштің, менікін кидің, менікін міндің. Менікімен дәрежең көтерілді. Қарас. Мен берген қабілеттер арқылы атақ жинадың. Ва тар асу дейді бір риуаятында, бастық қылдым емес па сені? Ва тар баг, рақатты өмір бердім емес па саған? Қайда осының барлығының шүкірлігі дегенде? Осылайша әрбір адамды осылай шақырады дейді Алла тағала. Қараңыз. Әр қайсысы. Біз ұмытамыз деген бітті періштелер сөйлетіп алып кетеді екен. Әл-Хаққа деген сүреде «Хузуху фағуллу» дейді Алла тағала. Ұстаңдар ананы, байлаңдар ананы, бұйрық кетті. Алланы мойындаған жоқсың, Аллаға еш нәрсе емессің деген нәрсе. Ұстаңдар, байлаңдар ананы, «Сумма фи силсилатин зарғуха сабуғна зираған фаслуку». Ана 70 шынтақ ұзындықтан тұратын шынжырға өткізіңдер ана деп айтады екен. «Иннаху кана ла ю'мину биллахил азим» деп айтады дейді. Расында бұл ұлы Алланы мойындамады ғой. Қараңыз. «Вала яхудду ала таамил мискин». Бұл бір міскінді қасынан кеп сұрап жылап тұрған кезде, берші деген кезде, соны тамақтандыруға да қызықпады ғой дейді. «Фәләйсә ләхул яума хахуна хамим». Сөз қараңыз атаған. Бүгін бұның ыстық досы, жақын досы жоқ енді деп айтылады екен. Періштелер сөйлетіп әкетіп баратқан кезінде жаңағы сөздері қиын. «Мағна анни малия», малым маған көмектесе алмады, мысалы. Біреу патша болған, бай айтады, маған малым көмектесе алмады.
Патша айтады дейді, халаканни султания, патшалығым жойылып кетті ғой деп. Болды, патша емессің ол күні, құлсың. Сен осы дүниеде құл болғансың. Сондай нәрселер, құрметті жамағат. Осының бәрі хақ, Алла Тағала тарапынан білдіріліп жатқан нәрсе.